Физика сабағы скаляр және векторлық шамалар арасындағы айырмашылық. Енді бізде скаляр шамамыз бар және де векторлық шамалар. Енді скалярда тек қана мәні болады. Ал векторлықта мәні онымен қоса бағыты көрсетіледі. Мысал ретінде келесі жағдайды қарастырайық. Мысалы бізде бір қорапша бар. Ол бізде 5 метрге А нүктесінен Б нүктесіне қозғалды. 5 метр делік. 5 метр. Енді, егер де біз айтсақ, бізде тек қана оның қозғалу шамасы туралы ақпарат берілсе, ол бізде скаляр болып табылады. Яғни 5 метр жол жүрді деп айтуға болады. Ал егер де біз айтсақ, 5 метр оңға қарай, онда ол бізде векторлық шама болып табылады. Яғни егер де қарасақ, біз оның мәні бар, яғни 5 метр, және де онымен қоса оның бағыты, яғни ол бізде оңға қарай орын ауыстырды. Енді осы жерде кинематиканы тарауындағы бізде 5 метр ол жол. Ал осы жердегі векторлық шама болып табылады, ол бізде орын ауыстыру. Яғни сәйкесінше бізде ол L әрпімен белгіленеді, жол бізде S әрпімен белгіленеді. Енді келесі бізде тағы да бір скаляр және векторлық шамалар, ол скалярлық жылдамдық пенен векторлық жылдамдықтар болып табылады. Мысалы, делік, осы қорапша бізде 2 секунд ішінде осы 5 метр жол жүрді делік, немесе орын ауыстырды делік. Егер де біз айтсақ, мысалы, қанша 1 секунда ол бізде жол жүріп жатқанын, мысалы, біз 5 метрді бөлу керекпіз 2 секундқа. Яғни бізде шығады 2,5 метр секундына. Егер де біз жай ғана айтсақ, 2,5 метр секундына ол жүрсе, ол бізде скалярлық жылдамдық болып табылады. Скаляр жылдамдық немесе оны жолдық жылдамдық дейді. Ал егер де біз айтсақ, ол бізде жүрді 2,5 метр секунд оңға қарай. Ол бізде векторлық жылдамдық болып табылады. Векторлық жылдамдық. Немесе, егер де біз айтсақ, V тең S бөлінген T, ол бізде скаляр жылдамдық. Ал егер де біз айтсақ, V тең L бөлінген T, онда ол бізде векторлық жылдамдық болып табылады. Енді тағы да бір мысал ретінде, мысалы, біз А нүктесінен шықтық, осындай шеңбер жасадық та, осы дәл нүктеге келдік. Енді осы жердегі біздің жолымыз тең болады 2πr, яғни шеңбердің ұзындығы. Ал біздің орын ауыстырымыз тең 0-ге, өйткені біз қай нүктеден бастадық, сол нүктеде қайтып келдік.